Сәлем достар, бүгін сіздерге өте дәмді сорпаның рецептісін ұсынамын. Бізге қажет заттар: пияз, сәбіз, сарымсақ, картоп, болгар бұрышы, тартылған ет, жұмыртқа, күріш, тұз, қара бұрыш және күнбағыс майы. Чашаға пияз, сәбіз, сарымсақты салып 5 секунд 5 жылдамдықта турап аламыз. Туралған көкөністерді чаша қабырғаларынан төмен түсіріп, күнбағыс майын құямыз. 7 минут 120 градуста 1 жылдамдықта қуырамыз. Көкөністер қуырылып жатқан кезде тартылған еттен дөңгелектер жасаймыз. Тартылған етке жұмыртқа, тұз, қара бұрыш, күріш саламыз. Осының барлығын жақсылап араластырып, дөңгелектер жасаймыз. Шыққан дөңгелектерді паровая корзинаға саламыз. Көкөністер қуырылып болғаннан кейін үстінен 2 литр ыстық су құямыз. Күріш, картоп салып, тұзын саламыз. Паровая корзинаны чашаға орналастырамыз. 30 минут 100 градус пышақтарын реверске қойып 1 жылдамдықта пісіреміз. Пісуіне 15 минут қалған кезде ұсақтап туралған болгар бұрышын саламыз. 30 минут уақыт өткеннен кейін паровая корзинадағы дөңгелектерді сорпаға саламыз. 3 минут 100 градус пышақтарын реверске қойып, ең төменгі жылдамдықта араластырамыз. Дайын болған сорпаны ас көкпен әсемдеп ұсынамыз. Менің видеом сіздерге ұнаса, лайк қойып, менің арнама тіркеліңіз. Астарыңыз дәмді болсын.